Вот Құдай қаласа, Алла бұйыртса, Құдай қаласа, Аллам жеткізсін соған. Осы көп подписчик жинап, YouTube'дан ақша түскен кезде, Құдай қаласа, подписка жасай беріңіздер. Жігіттер, қазақ елі. Құдай қаласа, Алла бұйыртса, Құдай қаласа, осы көп балалы аналарға, аталарға, әжелерге көмектесем. Менің контенттерім, видеоларымды көресіздер. Сосын күніге күтіп отырасыздар, қашан видео салады екенді. Өткені мен өзім арманым көмектесуге, арман менде. Кәдімгідей үлкен арман. Қазір жағдаймен жоқ менде қазір. Осы сіздерге сеніп, осы YouTube менің подписчиктерім бәрін жинап, YouTube'дан ақша түсіп тұрса, Құдай қаласа, Алла бұйыртса, халыққа көмектесем. Көп балалы аналарға, қарияларға, аталарға, әжелерге. Если жақсы түсіп тұрса ақша, үйді алып берем. Өткен өзім үйімде жоқ қазір, данный момент ше. Еңбекті әбден еңбектеп істеп жатыр, бірақ жетпей жатыр. Тек продуктыға кетеді ақшаның бәрі. Құдай қаласа, YouTube'ым көтерілсе, подписчигім жиналса, өзім халқыма, ата әжелеріме көмектесем. Арман ғой. Мен кішкентай балам бар, оның да сол арманы. Папа, давай көмектесейік дейді. Вот базарға барған кезде постоянно әжелерге, аталарға менен ақша сұрайды да, не үшін сұрайды деп қоямын. Сөйтіп бір кезде қарасам, соларға барып береді ғой. Құдай қаласа, сондай жасамасам, арманым болмас еді. Өткені білесің ба? Халыққа көмектессең, қарияларға көмектессең, не деген керемет қой, сауап қой, сол сауап. Соны мешітке бермей, сол қарияларға берсең бар ғой, үлкен сауап қой сол. Ендеше подписка жасап, комментария жазып, лайк қойып жүріңдер, халқым. Бұл қағаз, бәріміз бір жерге кетеміз. Бәріміз миллионер боласың ба сен, кім болсаң да бәрібір бір жерге кетеміз. Наның бәрі қалады, наның бәрі қалады. Бірақ болса қалмау үшін халыққа көмектесу керек, көп балалы аналарға, қарияларға. Сосын кетсең, ризашылықпен кетесің. Өткені сен жақсылық істедің. Ертең, ой, мынаның әкесі не деген керемет адам еді, не деген осындай көмектескен, осындай деген сөз ескен, соның өзі мәртебе ғой негізі. Менің ойым, қалғанда білмеймін.